Алматыдағы тергеу изоляторында генерал-майордың өлі денесі табылды. Ол өз-өзіне қол жұмсады деген болжам бар. Генерал-майордың өлімін қылмыстық атқару жүйесі комитеті де растады. Таңғы сағат 7-лер шамасында қамауға алынған халық ұлын қарауыл инспекторы тапты. Мекеменің кезекші ауысымы дереу алғашқы медициналық көмек көрсетті. Қолданылған шараларға қарамастан тергеудегі адамды аман алып қалу мүмкін болмады делінген мәлімдемеде. Оқиға орнына жедел тергеу орны, прокуратура өкілдері мен облыстық ішкі істер департаменті басшылығы келгені нақтылануда. Басқа ұсталғандармен әңгіме жүргізілді. Тексеру нәтижесінде оған қатысты заңсыз әрекеттер фактілері анықталған жоқ. Қазіргі уақытта ішкі аудит жүргізіліп жатыр. Оның нәтижелері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қабылданады. Антикор генерал-майорды жемқорлыққа жол берді деп айыптап, 23 мамыр күні ұстаған екен. Сол кезден бері жоғары шенді офицер қамауда болғанға ұқсайды. Ол К есімді азаматтан қылмыстық істі тоқтату үшін пара алды деп айыпталған екен. Марқұм болған Жайлаубек Қалықұлы 2009-2016 жылдар аралығында Алматы және Ақмола облыстары полиция департаментіне басшылық еткен екен. Қазіргі таңда қайғылы жағдайдың мән-жайы анықталып жатыр.